Менің сұрағым премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Байбазаровқа. Құрметті Нұрлан Серікұлы, мына бізде 4 жылдық әлеуметтік экономикалық даму болжамы бар. Соған сәйкес сіздер бюджетті қалыптастырасыздар, өзгеріс енгізесіздер. Міне жаңа ғана сіз баяндамаңызда айттыңыз, біраз өзгеріс енгіздік деп. Бірақ бұл өзгерістер тек бюджеттің өлшемімен жаңағы ұлттық қордың параметрлері бойынша ғана енгізіліп отыр. Ал енді негізгі экономикалық өсу қарқыны ескерілмей отыр. Сіздердің болжамдарыңыз бойынша 5,3%. Бірақ мен осыған күмәнім бар. Бұл өзгеріс енгізілмесе, дұрыс емес деп есептеймін өз басым. Неге күмәнім бар? Мен сізге түсіндіріп айтайын. 24 жылғы мына қаңтар айынан бастап есептеген кезде бізде инвестициялық белсенділік төмендеді. Негізгі капиталға құйылған инвестиция 0,6% ғана асқан. 23 жылы бұл көрсеткіш 12% болды. Енді арақашықтығын өзіңіз сезіп отқан шығарсыз. Ауыл шаруашылығында мысалға инвестициялық белсенділік 9,9%-ға құлап отыр. Тау-кен өндірісінде 28% құлап отыр. Құрылыс саласы бар. Өндіріс, электроэнергетикасы қай саланы алмасаңыз да инвестициялық белсенділік төмен. Міне. Сондықтан да мен екі сұрағым бар. Бірінші, мына экономикалық өсу параметрі, мына жалпы ішкі өнімнің 5,3% болып қалыптасуында қандай негіз бар? Келесі жылы мына көктемде есеп берген уақытта қайтадан мына әлемдік экономика бүйтіп қалды, сөйтіп қалды, форс-мажор болды деген қайтадан сылтау айтып жүрмейсіздер ме? Екінші сұрақ, мына инвестициялық белсенділік бізде қазір төмен. Осы төмен жағдай алдағы уақытқа қалай әсер етеді? Жалпы ішкі өнімнің параметрлеріне қалай әсер етеді? Соны айтсаңыз. Рахмет. Нұрлан Серікұлы Байбазаров, премьер-министрдің орынбасары, экономика министрі. Енді экономикалық өсуге келетін болсақ, қазір 10 айдың қорытындысы бойынша 4%-дан асты өсу динамикасы. Қазірде жылдың аяғына дейін өсу жалғасады. Бірақ бізде әрине бірнеше сценарий бар. Жалпы айтайын дегенім, біз болжамымыз бойынша өнеркәсіптің жалпы экономиканың барлық салалары өсім көрсетуде. Біз белгіленген параметрлер аясында тек қана бұл жерде мұнай саласының мұнай өндіру көлемінің төмендеуі әрине ол біздің жаңағы экономикалық осы болжамымызға кері әсерін тигізіп отыр. Осы бір параметр ғана жалпы сол теріс әсерін тигізіп отыр. Ал жалпы алғанда экономиканың барлық салалары өсуде. Сондықтан да біз бұл болжамды өзгертпейміз. Жылдың аяғына дейін әлі уақыт бар. Нақты жоспарларымыз да бар. Біз оны қазір экономикалық штаб құрғанбыз. Күн сайын қарастырып, осы өңірлермен бірге, барлық салалармен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Егер инвестицияларға келетін болсақ, жалпы біз биыл 23 триллионнан астам жаңағы жалпы негізгі инвестициялардың жаңағы инвестиция основной капитал дейді, негізгі капиталға салынатын инвестициялар көлемін 23 триллионнан астам болжап отырмыз. Қазірдің өзінде 14 триллионға дейін біз оны орындадық. Жылдың аяғына дейін бұл жалпы осы болжам орындалады деп күтілуде. Неге десеңіз, біз қазір байқап отырғанымыз, жалпы біздің үкіметтің нақты шаралары бар, қолданып жатқан инвестициялар өсіру туралы. Біздің биылғы экономикалық өсімді қамтамасыз етуге жалпы қосымша бюджеттік емес көздерден 8 триллиондай теңге көзделген болатын. Соның қазір 7 триллиондай экономикаға құйылды. Жалпы осы көрсеткішке келетін болсам, оның экономикалық өсуге қандай әсері бар? Әрине, егер өндіріс салатын болсақ, ол жерде салынатын инвестициялар орта мерзімде жаңа әсер ететін болады. Яғни сіз бір заводты салып бастасаңыз, немесе оны қайтадан модернизация жасасаңыз, ол уақыт кетеді. Ол өндіріс жаңағы көлеміне шығу үшін жаңа. Ал бұл жерде бірінші тез әсер ететін нәрсе ол құрылысқа байланысты инвестициялар. Сондықтан да біз биыл, егер байқасаңыздар, жол құрылысына да, үй құрылысына да көп инвестициялар құйып жатырмыз. Жаңа ипотекалық бағдарламалар, 18 миллион шаршы метр үй құрылысы, 12 мың километрден астам жол құрылысы барлығы қаржымен қамтылған. Солар оң әсерін тигізіп жатыр. Жалпы әрине ол өте маңызды көрсеткіш, сондықтан мысалы жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, былтырғы өсім негізінен жаңағы теңіз кен орнына байланысты болған. 45 миллиард долларды бұл жерге инвестиция құйылды деп бағаланып отыр.
бірақ соның әсерін біз келесі жылы ғана көретін боламыз. Рахмет.